Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurmetli көрермендер, бүгін бізде мынандай сұрақ. iPhone ұстап жүрген адам Samsung'ке ауысып жатырмыз. Мысалға, iPhone'дағы данныйларды Samsung'ке қалай өткізу қажет? Ол үшін бізде Samsung'те өзі арнайы программа бар, бағдарлама бар, өзі Smart Switch деген. Соны басамыз. Деректеріңізді, мына ескі деректеріңізді жаңа смартфонға iOS-тан, iPhone-нан Samsung'ке өткізу қажет болса, ол үшін бізге мынандай USB шнур қажет, iPhone-ға соғылатын. Сосын Samsung'ке мынандай Type-C адаптер болады, осындай қажет болады. Немесе кәдімгі бір жағы iPhone-ға келетін, бір жағы Type-C шнурларда бола береді. Ол үшін бұлай қосамыз. Шалғадық. Өзі автоматты түрде шығатын болады. Біздің деректеріміз өңделуде. Өзі осындай пайыздармен көрсететін болады. Қазір не өткізу қажеттігін бізден сұрайды. Оны таңдап өзіміз өткізетін боламыз. Егер барлық нәрсе қажет болса, барлығын тасымалдау дегенді басамыз. Егер барлығы қажет емес, бізге тек контакты ғана өткізу керек болып тұр. Сондықтан бәрін өшіреміз. Контакт қоңырау және контакт. Осыны басамыз. Тасымалдау деген батырман басамыз. Сонымен күтеміз қаншалық деген өзі көрсететін болады. Бірнеше уақыт өзі осылай жасайтын болады. Ол уақыт аралығында мынаны өшірмеу қажет. Шнур тимей қалмауы керек. Осындай керемет бағдарламалар бар. Бұны күтіп отырмай пауза баса салайын. Сосын келген жерінен жалғастырамыз. Бізде ескі деректер тасымалданып аяқталды. Деректеріңіз тасымалдау аяқталды. Басты экранға өтуді басамыз. Сонымен қатар жаңағы өткен нәрсені тексереміз. Бізге контактілер керек еді. iPhone ішіндегі контактілердің бәрі түгелмен Samsung'ның ішінде тұр. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.